Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, жазықтық қиылысатын түзулер тақырыбына берілген есептерді бірге қарастырайық. 21. Бірінші қиылысатын екі түзу жазықтықты неше бөлікке бөледі? Біз бірінші жазықтық сызып алайық. Енді осы жазықтыққа екі түзу сызамыз қиылысатын. Қарайық. Мынау бізде А түзуі, мынау Б түзуі. Екеуі қиылысып тұр О нүктесінде. Енді қарайық. Мынау бізде жазықтықты бірінші бөлікке бөліп тұр. Мынау екінші бөлікке, үшінші бөлікке және төртінші бөлікке бөліп тұр. Сонда бізде жазықтыққа төрт бөлікке бөледі екен. Екінші, дәптерге бір түзудің бойында жатпайтын үш нүкте белгілеңдер. Әрбір екі нүкте арқылы бір түзу жүргізіңдер. Жазықтық. Осы жазықтықта бізде үш нүкте болсын. Енді әр екі нүкте арқылы бір түзу жүргіземіз. Енді қарайық. Не дейді? Неше түзу жүргізуге болады дейді. Бірінші сұрақ. Үш түзу жүргіздік, яғни үш түзу, иә? Үш түзу жүргізуге болады екен. Екінші, жүргізілген түзулер жазықтықты неше бөлікке бөледі? Енді қарайық. Мынау жазықтық бізде. Жазықтықтың ішінде бізде бір бөлік пайда болды, иә? Мына жақта қиылысқаннан кейін екінші бөлік, мына жерде үшінші бөлік, мына жерде төртінші бөлік, мынау бізде бесінші бөлік, мына жерде алтыншы бөлік, мына жетінші бөлік. Сонда бізде жеті бөлікке бөледі екен. Оң 22. Суретте О нүктесінде неше түзу қиылысады? Осы түзулердің қиылысуынан пайда болған бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы бұрыштардан вертикаль бұрыштарды тауып, оларды теңдік арқылы жазыңдар. Мынау бізде бірінші түзу болсын, А түзу. Мынау екінші түзу, Б түзу. Және мынау үшінші түзу, С түзу. Сонда бізде үш түзу қиылысып тұр, иә? Бірінші және төртінші бұрыш бізде вертикаль бұрыштар болып тұр. Яғни, бірінші бұрыш тең төртінші бұрышқа градустық өлшем бойынша. Екінші бұрыш қарама-қарсы тұр бесінші бұрышқа. Олай болса, олар вертикаль. 2 мен 5. 3 пен 6-шы бұрыш вертикаль бұрыштар. 23. А және Б түзулерінің қиылысуынан пайда болған бұрыштардың бірінші бұрыш 40 градус, бұрыш 2, бұрыш 3 және бұрыш 4-тің градустық өлшемдерін табыңдар. Қарайық, мынау бізде бірінші бұрыш, ол бізде 40 градусқа тең. Енді біз вертикаль бұрыштарды қолданамыз. Бізде бірінші бұрыш пен үшінші бұрыш вертикаль бұрыштар, және екінші бұрыш пен төртінші бұрыш вертикаль бұрыштар. Егер бірінші бұрыш 40 градусқа тең болса, олай болса, үшінші бұрышта 40 градусқа тең деген сөз. Енді қарайық, бізде мынау А түзуі жазыңқы болады, жазыңқы бұрыш. Яғни бірінші бұрышқа екінші бұрышты қосқан кезде бізде 180 градус. Енді екінші бұрышты табу үшін осы 180 градустан бірінші бұрышты азайтып тастаймыз. Яғни 180 азайтылған 40. Ол бізде 140. Сонда екінші бұрыш 140, олай болса төртінші бұрышта 140 градусқа тең. Енді жауабын жазайық. Біз екінші және төртінші бұрыштарды таптық, ол 140 градус, және үшінші бұрышты таптық, ол бізде 40 градус. 24. Суреттегі ЕОД 40 градус, ЕОВ 130 градус, АОС бұрышының градустық өлшемін табыңдар дейді. Мынау бізде 40 болса, ЕОВ толығымен 130 градус. Мына жерде X деп қояйық. Енді қарайық, бізде АОС бұрышы, мына жердегі ДОВ деген бұрышқа вертикаль бұрыш екенін көріп тұрмыз. Олай болса, осы ДОВ-ны тауып алайық. Бұрыш ДОВ, ол толығымен мынау ЕОВ деген бұрыштан мынау 40 градус болып тұрған ЕО-дан азайтамыз. Сонда ЕОВ азайтылған бұрыш ЕОД. Сонда ЕОВ бізде 130 градус, азайтылған 40 градус,
болады 90 градус. Сонда ДО-ға вертикаль бұрыш АОС-ға ол 90 градус екен. АОС сонда 90 градус. 1025. Бірінші екі түзудің О нүктесінде қиылысуынан пайда болған бұрыштар өзара тең болса, бұрыштардың әрқайсысы неше градустан болады дейді. Бізде мынау қиылысатын екі түзу А және Б түзу. Енді осы түзуде бізде 4 бұрыш бар, мынау бірінші бұрыш, екінші бұрыш, үшінші бұрыш және төртінші бұрыш. Егер осы әр бұрыш өзара тең болатын болса, қарайық, мына жерде бізде толығымен 360 градус. Енді осы 360 градусты пайда болған 4 бұрышқа бөлеміз, төртеуі де тең болған себептен. Сонда бізде әр қайсысы 90 градустан екен. Екінші, үш түзудің О нүктесінде қиылысуынан пайда болған бұрыштар өзара тең болса, бұрыштардың әр қайсысы неше градустан болады, сызып көрсетіңдер. Мынау бізде қиылысқан үш түзу болсын. О нүктесінде мынау А түзуі, Б түзуі және С түзуі. Енді қарайық, қанша бұрыш пайда болды? Бірінші бұрыш, екінші бұрыш, үшінші бұрыш, төртінші, бесінші және алтыншы бұрыш. 6 бұрыш пайда болды. 6 бұрыш өзара тең дейді. Бірінші тең, екінші тең, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы бұрыштар өзара тең. Енді біз білеміз, мына жерде толығымен 360 градус бар. Осы 360-ты бөлеміз 6-ға. Сонда бізде әр қайсысы 60 градустан екен. 1026. Екі түзудің қиылысуынан пайда болған вертикаль екі бұрыштың қосындысы 126 градусқа тең. Осы екі түзудің қиылысуынан пайда болған бұрыштардың әр қайсының градустық өлшемдерін табыңдар. Мынау бізде қиылысқан екі түзу А түзуі және Б түзуі. Бізде мынау бірінші бұрыш, мынау екінші бұрыш, мынау үшінші бұрыш, мынау төртінші бұрыш. Бірінші және үшінші бұрыш өзара вертикаль, екінші және төртінші бұрыш өзара вертикаль. Енді біз айтады, екі бұрыштың вертикаль екі бұрыштың қосындысы 126 градусқа тең дейді. Біз бірінші бұрыш пен үшінші бұрыштың қосындысы 126 деп алайық. Егер олардың қосындысы 126 болса, онда біреусі не деген сөз? 126-ны 2-ге бөлеміз. Олар тең болған себептен 63 градус болады. Сонда бірінші бұрыш пен үшінші бұрыш 63 градусты. 63 градус. Мына жерде 63 градус. Енді біз білеміз, бірінші бұрыш пен екінші бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең. Себебі мынау Б түзуі жазыңқы. Жазыңқы бұрыш болады. Енді бұрыш 2 тең 180, азайтылған 63, 117 градус. Бізде бірінші бұрыш, екінші бұрыш пен төртінші бұрыш вертикаль бұрыштар, олай болса, олар 117 градустан екен. Жауабы. Сонда бұрыш 1 тең бұрыш 3 тең 63 градустан, бұрыш 2 тең бұрыш 4, 117 градустан. 1027. Екі түзу қиылысқанда пайда болған бұрыштардың біреу 75 градусқа, 120 градусқа тең, қалған бұрыштардың градустық өлшемдерін табыңдар дейді. Бірінші бұрыш бізде 75 градусқа тең болсын. Және біз білеміз, бірінші және үшінші бұрыштар өзара вертикаль болады, екінші және төртінші бұрыштар өзара вертикаль болады. Егер бірінші және үшінші бұрыш вертикаль болса, олар екеуі де 75 градустан әрқайсысы. Енді бірінші бұрышқа екінші бұрышты қойсақ, бізде 180 градусқа тең. Осы жерден екінші бұрышты табайық. 180 градустан азайтамыз бірінші бұрышты, ол бізде 75 градус. Сонда 105 градус. Бұрыш 2 және бұрыш 4. 105 градустан. Бұрыш 1 тең бұрыш 3 тең 75 градус. Бұрыш 2 тең бұрыш 4. 105 градустан. Екінші, бұрыш 1 бізде 120 градус болсын. Бұрыш 1 тең бұрыш 3 болған себептен, олар екеусі де не болады? 120 градус болады. Енді бұрыш 2 тең бұрыш 4. Бұрыш 1 қосылған бұрыш 2 тең
180 градус. Сонда бұрыш 2 тең 180 градустан бірінші бұрышты азайтып тастаймыз. Ол 120 градус. 60 градусқа тең екен. Сонда бұрыш 2 тең бұрыш 4 60 градус. Жауабы бұрыш 1 тең бұрыш 3 120-дан бұрыш 2 тең бұрыш 4 әрқайсысы 60 градуста. 1028 АВ түзуі мен СД түзуінің қиылысуынан пайда болған АОС мен СОВ бұрыштарының градустық өлшемдерінің қатынасы 5-тің 7-ге қатынасындай. АОД және ВОД бұрыштарының градустық өлшемдерін табыңдар. Мынау бізде АВ түзуі, мынау СД түзуі болсын. Осы жерде АОС мен СОВ дейді. Яғни мынау бұрышпен, мынау 5х, мынау бұрыштың қатынасы 7х. Бізде АВ түзуі жазыңқы бұрыш болып тұр. Бұрыш АОС қосылған бұрыш СОВ бізде жазыңқы болған себептен 180 градусқа тең болады қосындысы. Сонда 5х қосылған 7х тең 180 градус. 12х тең 180 градус. Х тең 180-ді 12-ге бөлеміз. Сонда 15 градус шығады. АОС бұрышы мен ВОД бұрышы, олар өзара вертикаль бұрыш. Яғни АОС-ны табайық. 5х, 5 көбейтілген х дегеніміз 15 градус, 75 градус. Сонда АОС мен ВОД әрқайсысы 75 градустан екен. Енді біз білеміз бұрыш СОВ және бұрыш АОД өзара вертикаль. Сонда СОВ бізде 7х, 7 көбейтілген 15 градус, ол бізде 105 градусқа тең. Сонда АОД 105-ге тең екен. Жауабы бұрыш АОД 105 градус, бұрыш ВОД 75 градус екен. 1029 АВ, СД және ЕФ түзулері О нүктесінде қиылысады. АОЕ 40 градус, ДОФ 80 градус. СОВ бұрышының градустық өлшемін табыңдар. Бұрыш СОВ вертикаль бұрыш, бұрыш АОД-ға. Екеуі тең. Сонда егер біз мынаны Х деп алатын болсақ, мына бұрышты, онда бізде мынау бұрышта бізде Х болады. Енді қарайық. Бізде мынау ЕФ жазыңқы бұрыш болып тұр. Олай болса, АОЕ бұрышы қосылған АОД бұрышы қосылған ДОФ бұрышы бізде болады 180 градус. Сонда 40 қосылған Х қосылған 80 градус тең болады 180 градус. Сонда Х тең 180 азайтылған 80 азайтылған 40. Сонда бізде Х-іміз 60 градусқа тең. Яғни, сонда жауабы бұрыш СОВ бізде 60 градус екен. 1030 НП, КЛ және ЭФ түзулері О нүктесінде қиылысады. ЕОК 35 градус, НОК 85 градус, ФОП бұрышының КОП бұрышының градустық өлшемдерін табыңдар. Қарайық, бізде мына жерде ЕОК 35 градус, ал НОК мына толығымен 85 градус. Енді бізге табу керек мынау бұрышты Х деп қояйық, сосын мынау бұрышты табу керек Y деп қояйық. Енді қарайық, бірінші біз Х-ті тауып алсақ болады. Х-ті қалай табамыз? Х дегеніміз бізде FOP бұрышы. Енді қарайық, FOP бұрышы бізде мына жерде NOE деген бұрышқа вертикаль бұрыш. NOE-ге вертикаль. Бұрыш NOE қосылған бұрыш EOK тең болады бұрыш NOK-ға. Мынау бұрышқа 35-ті қосатын болсақ 85 шығады деген сөз. Осы жерден NOE деген бұрышымыз 85 градус азайтылған 35 градус. Сонда шығады екен 50 градус. NOE бізде мына жерде 50 градус. Олай болса, оған вертикаль бұрыш FOP да
50 градус екен. Мында жазып қойып 50 градус деп. Енді одан кейін мына жерде y-ті табайық. Y дегеніміз мына жерде NB жазыңқы бұрыш. Жазыңқы бұрыш болса, біз мына жердегі NOK-ға қоссақ, KOP бұрышын бізде шығады 180 градус. Сонда бұрыш KOP тең 180 азайтылған 85. 95. Сонда жауабы біз таптық FOP бұрышын 50 градус, KOP бұрышын 95 градус. 1031 пропорцияның белгісіз мүшесін табыңдар. Мына бөлу амалдарын бөлшек арқылы жазып алайық. 0,125 бөлінген 1,4 тең 0,175 бөлінген x. Сонда енді пропорцияны қолданамыз. X тең 1,4 көбейтілген 0,175 бөлінген 0,125. Енді қарайық. Мына жердегі ондық бөлшектерді натурал сандарға айналып тұрып жазса қалай болады? 1,4 ол 14 бөлінген 0,1. 0,175 ол 75 көбейтілген 0,101. Бізге қысқартуға жеңілірек болу үшін осылай жазып алайық. Енді қысқартамыз. Қарайық. Мына 0,101-дерді қысқартамыз. 75 пен 25-ті қысқартайық. Мында 3. 3 пен 14-ті көбейтемін менде. 42 көбейтілген 0,1 болады. Сонда 4,2 екен жауабы. Сонда x тең 4,2. Екінші 4 бөлінген 8 тең 18 бөлінген x. X тең 8 көбейтілген 18 бөлінген 4. 8 пен 4-ті қысқартам 2. Сонда 2 мен 18 көбейтсек 36. X тең 36. Үшінші x бөлінген 4,3-1 тең 2-ден 1 бөлімінде 13. Сонда x тең 4,3-ден 1-ді көбейтемін 2-ден 1-ге бөлемін 13-ге. Енді мына аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 4 3 12, 12-ге 1-ді қосамыз 13 көбейтілген 2-ден 1 бөлімінде 13. Мына жерде 6-дан 13 болады. Да 13. Енді мынау негізгі бөлшек, оны бөлу амалына айналдырып жазсақ не болады? 6-дан 13 бөлінген 13 болады. 6-дан 13, мына екінші тұрған санға өзара кері сан жазам, көбейтуге айналдырып 13-тен 1 болады. Қысқартамыз, сонда жауабы 6-дан 1. Төртінші, x бөлінген 16 тең 0,2 бөлінген 4. X тең 16 көбейтілген 0,2 бөлінген 4. Қысқартамыз, мұнда 4 болады. 4-ті 0,2-ге көбейтсек 0,8. 1032. Екі түсудің қиылысуынан пайда болған бұрыштардың үшеуісінің қосындысы 284 градус. Бұрыштардың әрқайсының градустық өлшемін табыңдар дейді. Яғни бізде екі түсу қиылысы 4 бұрыш пайда болады. Яғни бұрыш 1 қосылған бұрыш 2 қосылған бұрыш 3 тең 284 градусқа тең екен. Ал бізде 4 бұрыштың қосындысы неше градус болады? Біз білеміз, ол 360 градусқа тең. Осы жерден 4-ші бұрышты табатын болсақ, 360-тан осы алғашқы үшеуісінің қосындысы 284-ті азайтып тастаймыз. Сонда 4-ші бұрыш бізде 76 екен. Енді қарайық, бізде 4-ші бұрышқа біз 3-ші бұрыш пен 4-ші бұрышты қосатын болсақ, олар жазыңқы бұрыш болады. Жазыңқы бұрыш, яғни 180 градус. Енді осы жерден 3-ші бұрышты табатын болсақ, 180 градустан 4-ші бұрышты азайтамыз, яғни 76 градусты. Сонда бізде болады 104 градус. Жауабы 1-ші бұрыш пен 3-ші бұрыш өзара вертикаль, яғни олар 104 градустан әрқайсысы. 2-ші бұрыш пен 4-ші бұрыш өзара вертикаль, яғни олардың әрқайсысы 76 градустан. 1033. Сағат 9-дан 10 минут өткенде сағаттың сағаттық тілі мен минуттық тілі арасындағы бұрыш неше градус болады?
Мына бізде сағат болсын. 12, 1. Енді бізге сағат 9-дан 10 кеткенде дейді. Сағаттық тілі 9-да тұр. Минуттық тілі 10-да тұр, 2-де тұр. Енді бізде мынау сағаттың ішінде 360 градус бар. 360 градусты біз бөлеміз 12-ге. Себебі бізде 12 сағат бар. Яғни әрбір санның арасында 12 бөлік бар, 12. Сонда әрбір бұрыш бізде 30 градустан екен. Әрбір бұрыш, яғни әрбір 2 сағаттың арасы 30 градус. 2 мен 3-тің арасы 30 градус. 3 пен 4-тің арасы 30 градус. 4 пен 5-тің арасы 30 градус. Әрбір сағаттың арасы 30 градустан барлығын қосатын болсақ 360 шығады. Енді қарайық. Бізде сағат 9:00 болған кезде сағаттық тіл дәл 9-да тұрады. Минуттық тіл дәл 12-де тұрады. Ал сағат 9-дан асатын болса, 9-дан 5 минут асатын болса, 10 минут асатын болса, 15 минут асатын болса, бізде сағаттық тіл 9-да тұрмайды, дәл 9-да. Ол 9 пен 10-ның арасында кішкене жылжиды. 5 минут асатын болса, кішкене жылжиды, 10 минут асатын болса, тағы кішкене жылжиды. Яғни ол дәл 9-ның үстінде тұрмайды деген сөз. 9 пен 10-ның арасында бір кішкене бұрыш жасап тұрады. Бізге қазір осы бұрышты табу керек. Сағат 2-ден 3-ге дейін бізде арасында 2 мен 3-тің арасында 1 сағат бар, 2 мен 3-тің арасында 1 сағат бар. Сағаттық тіл қазір 2-де тұрып, тағы да 1 рет айналып 3-ге барғанда біз білеміз арасында 1 сағат өткен, Олай болса 1 сағат, ол бізде 60 минут. Енді осы 60 минут бізде 2 санның арасы 30 градусқа тең. Енді бізге мынау 10 минут асқан кездегі сағаттық тіл нешеге жылжиды? Соны табуымыз керек. Яғни 10 минут асқан кезде 9-дан мына жердегі пайда болған кішкентай бұрыш неше градус? X деп қойайық. Пропорция арқылы табамыз. 10 көбейтілген 30 бөлінген 60. 30 бен 60-ты қысқартамыз. Онда 2. 10-ды 2-ге бөлем, менде 5. Сонда мына жердегі пайда болған кішкене бұрыш бізде 5 градус екен. Енді қарайық. 9-дан 2-ге дейін арасында неше градус бар? 9 бен 10-ның арасында бізде 30 градус бар. 10 мен 11-дің арасында 30 градус бар. 11 мен 12-ның арасында 30 градус бар. 12 мен 1-дің арасында 30. 1 мен 2-ның арасында 30 градустан. Бізде неше болды? 5 болды, 30-ды 5-ге көбейтем, 150 градус. Енді 150 градус болды. Мына жердегі градусты алып тастаймын одан. Мына жердегі кішкентай градусты. Себебі біз дәл 9-дан санап тұрық. Сонда 150 азайтылған бағанағы кішкентай бұрыш бізде 5 болды, ол 145 болады екен. Сонда жауабы 145 градус. 34. А, В, С, Д және Е, Ф түзулері О нүктесінде қиылысады. А, О, Е 55 градус, Д, О, Ф 25 градус, В, О, Е және В, О, Д бұрыштарының градустық өлшемдерін табыңдар. Табу керек. Мынау бұрышты X деп қойық, мынау бұрышты Y деп қойық. Д, О, Ф пен мына жерде Е, О, С деген бұрыштар өзара вертикаль бұрыштар. Яғни мынау 25 градус болса, мынау да бізде 25 градус. Ал бізге айтады А, О, Е, яғни мынау бұрыш толығымен 55 градус дейді. Сонда біз А, О, С деген бұрышты тауып алсақ болады. Яғни бұрыш А, О, С бізде 55 градус, азайтылған 25 градус, 30 градус. Мынау бізде сонда 30 градус екен. Енді қарайық. А, О, С мен мына жерде В, О, Д деген бұрыш өзара вертикаль бұрыштар. Сонда олар 30 градустан екен. Бізде С, Д деген жазыңқы бұрыш. Осы бұрыштарды қосатын болсақ, олар 180 градусқа тең. Бұрыш С, О, Е қосылған бұрыш В, О, Е қосылған бұрыш В, О, Д. Оларды қосатын болсақ, ол 180 градус пайда болады. Енді С, О, Е бізде 25 градус қосылған В, О, Е бізде белгісіз Y деп қойық. В, О, Д біз білеміз, ол 30 градусқа тең. Тең 180. Сонда Y тең 180 азайтылған 25-ге 30-ды қоссақ 55 градус. Сонда Y тең 125 градус. Сонда жауабы
біз таптық VOE бұрышын 125 градус, VOD бұрышын 30 градус. 35 MNKL және FT түзулері O нүктесінде қиылысады. FOL 110 градус және KOM 35 градус. MOT және KOF бұрышының градустық өлшемдерін табыңдар. Бізде мына бұрышты табу керек және осы бұрышты табу керек. FOL бұрышы 110 градус толығымен. Осы жерде мына жердегі бұрыш бізде қарайық. LON деген бұрыш пен KOM деген бұрыш екеусіне вертикаль бұрыш болып тұр. Яғни ол да мына жердегі бұрыш 35 градус. Енді бізде мына жерде FON деген бұрышты табыламыз осы жерден. Мына толығымен 110, осы 110 мен 35-ті азайтып тастасақ, мына жердегі FON деген бұрыштың градусын табамыз. FON сонда 110-нан 35-ті азайтамыз. 75 градус. Енді FON 75, қарайық, FON мен мына жердегі MOT өзара вертикаль бұрыштар. MOT. Сонда олар 75 градус екен. Енді бізге мына жердегі Y-ті табу керек. Y-ті табу үшін біз мына жерде FT деген түзуді қарайық, ол вертикаль бұрыш. Яғни Y қосылған, бізде мынау 75 градус болды. 35 градус қосылған 75 градус тең 180-ге. Сонда Y тең 180, 35-ке 75-ті қоссақ 110, азайтылған 110 болады. Сонда Y тең 70 градус. Ал Y дегеніміз біз білеміз KOF бұрыш. Сонда жауабы MOT бізде 75 градус болды. KOF бізде 70 градус.